Біздің заманымызға дейінгі 8-7 ғасырларда Қазақстан жерінде сақ көшпенділері өмір сүрген. Олар өнер мен мәдениетті дамытқан, батыр және шебер халық ретінде танымал. 1969 жылы Алматы облысындағы Есік қорғанынан археологтар алтын адамды тапты. Бұл сақ көсемі немесе ханзаданың қабірі. Жауынгердің киімі 4000-нан астам алтын әшекеймен безендірілген. Бас киімі күн сәулесіне ұқсас ұштармен көмкерілген, бұл күнге табынуды білдіреді. Киіміндегі арыстан, бұғы, қанатты жолбарыс бейнелері хайуанаттар стилінің көрінісі. Көшпенділер табиғатқа бейімделіп өмір сүрген. Олар жайылым іздеп көшіп қонған. Көшпелі өмір салтына байланысты олар киіз үйде тұрған. Негізгі кәсібі мал шаруашылығы, жылқы, қой, түйе өсірген. Сонымен қатар аңшылықпен және қолөнермен айналысқан. Төрт түліктен алынған өнімдер тіршіліктің көзі болды. Көшпенділердің тіршілігі еңбекке, еркіндікке және табиғатпен үндестікке негізделген еді.